Сәлем оқушылар, бүгін бізде 51-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару. Бірінші есептен бастаймыз. Есепте жауабын кем ретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың. 9-ға 7-ні көбейтсек 63, 6-ға 9-ды көбейтсек 54, 7-ге 8-ді көбейтсек 56, 8-8-ім 64. Сонда бізде 1 минутты бос жіберсең, 1 сағатты жоғалтасың. 1 минутты бос жіберсең 1 сағат жоғалтасың. Жалпы массаны, бір заттың массасын, заттың санын қалай табуды есіңе түсір. Егер 1 килограмм алма 10 теңге тұрса, 2 килограмм алма қанша теңге? 20 теңге. Мынау бізде 1 килограмм алма 10 теңге. Мынау 10 теңге, мынау 1 килограмм болса, жалпы массасы осы. Егерде 2 килограмм 10 теңгеден болса, онда бізде көбейтеміз. Жалпы масса 20 болады. Дәл сондай. Жалпы массаны, мына жерден бір заттың массасын табу үшін жалпы массаны санға бөлеміз. Ал сан табу үшін заттың санын жалпы массаны массаға бөлеміз. Келесі 1,9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар, сонда 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар? 9 жәшікте 54 килограмм болатын болса, біз 1 жәшіктегін тауып алуымыз керек. 1 жәшіктегі тең 54-ті 9-ға бөлеміз. Тең болады 6. Дәл сонда 3 жәшік. Егерде 1 жәшік 6 килограмм болатын болса, 3 жәшікті 6 килограмм өтсек, 18 килограмм. Келесі, кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығар. Бірдей, яғни 6 жәшік 48 килограмм болатын болса, 1 жәшікті табу үшін 48-ді 6-ға бөлеміз. 8 болады. Дәл сондай 9 жәшік. 8-ді 9-ға көбейтем. 72. Кетірейін. Жетпіс екі. 8-ді көбейтем, сонда бізде 72 шығады. Бір жәшіктің массасы 9 килограмм, жалпы масса 72 килограмм болады. Ал 9 килограмм болса, онда нешеуін алған? 72-ні 9-ға бөлеміз. 8. Сонда саны 8 екен. Енді 56 килограмм 8-ге бөлеміз. Бір жәшіктікі 7 килограмм. Сонда 8 бірдей затын 7 килограмм болып тұр. 6 килограмм зат 6 жәшік болатын болса, 6 көбейту 6 бізде 36 болады. Ал 9-ды нешеге өтінде 36 болады? 4-ке. 9 килограмм затты 4 жәшік алатын болса, 36 килограмм шығады екен. Келесі, өрік тосамын қайнату үшін 9 килограмм қант А. Ал бүлдірген тосамын, өрікке 9 килограмм, ал бүлдірген 12 килограмм. Егер бір қапшықтың массасы, бір қапшық 3 килограмм болатын болса, онда қанша қапшық қант жұмсалды? Бір қапшық 3 килограмм болатын болса, қанша қапшық қант жұмсалды дейді. Шешуі 9 қосу 12 және бөлемін 3-ті. Сонда 21 бөлі 3 тең 7 қапшық. Келесі Ә. Көкөніс сатушысы асқабақ 1-де 6 бөлікке бөлінді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-дан 1 бөлігі сатты. Егер асқабақтың массасы 12 килограмм болса, онда қанша килограмм асқабақ қалды? Егер бір асқабақтың массасы 12 килограмм, 6 бөлікке бөлінді, 6-дан 1 бөлігі сатты дейді. 6-дан 1 бөлігі. Онда қанша килограмм асқабақ? Егер 6-дан 1 бөлігі сатылса,
сатылса, 6-дан 5 бөлігі қалды деген сөз. Егер де асқабақтың массасы 12 килограмм болатын болса, онда біз былай жасаймыз. 12-ні 6-ға бөліп 5-ке көбейтеміз, сонда 10 килограмм болады екен. Онда қанша килограмм асқабақ қалды? 10 килограмм асқабақ қалды дейміз. Келесі. Массасы 12 килограмм асқабақ қанша тең бөлікке бөле алады дейді. 12 килограмм асқабақты 2 бөлікке бөле алады 6-дан. Оны 3-ке бөле алады 4-тен. 4-ке бөле алады 3-тен. 6-ға бөле алады 2-ден. Және 12-ге бөле алады 1-ден. 1 килограммнан. Өрнектердің мәнін тап дейді. Біріншісі 69-дан 68 азайтам 1. 1-ге 8-ді көбейтеміз 8. 54-ті 6-ға бөлем 9. 20-дан 9 азайтам 11 ма? 11. 80-ден 24-ті азайтам 56. 56 бөлу 7 тең 8. 8 бесім 40. 40-тан 39 азайтам 1. 8-ді 4-ке бөлем 2. 2 6 12. 30-дан 3-ті азайтам 27. 27 бөлу 9 тең 3. 55-ке 26-ны қосам 81. 81-ді 9-ға бөлем 9. 14-ті 2-ке бөлем 2. 14-ті 2-ке бөлем 7. 7-ні 1-ге көбейтем 7. 48-ден 8 азайтам 40. Оны 8-ге бөлем 5-тен келеді екен. Так, бөлшектерді өсу ретімен орналастырып, мақалдарды оқы дейді. Бөлшектерді өсу ретімен болған кезде, так, бөлімдері бірдей ғой. Бөлімдері бірдей болатын болса, қараңыздар. Бөлімдері бірдей болатын болса, ең кішісі алымы ең кішісі 1 ма? Сосын 14-тен 3. 14-тен 8. 14-тен 12. Сонда 14-те 1 бізде уақыт деген сөз. 14-те 3-те отырғанымыз бізді. Так, 14-тен 8 күтіп тұрмайды. Так, әсі. 12-ден 1. 12-ден 3. 12-ден 5. 12-ден 9. 12-ден 11. Так, 12-де 1 бізді уақыт. Тас. Екеш. Тасты да тоздырады. Уақыт тас, екеш тасты да тоздырады. Жақшалар теңдік дұрыс болатындай қой. Так, бірінші тапсырмада жақша мына жерде тұрады. Сонда 8 қосу 40 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2 тең 0. Мына жерден 48 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2 6 тең 0. 48, сонда 8 азайтсам 6, 6 азайту 6 тең 0. Келесі. Так, келесінде 8 қосу 48 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2. 8 қосу 40 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2 тең 24. Так, мынан бөлсек 5. 5-тен 3-ті азайтсақ 2. Так, солай ма? 2. Так, мына жерде былай жазсақ болады екен. Так, 8 қосу 40 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2 ғой. 8-ден 3-ті азайтсақ 5. 40-ты 5-ке бөлсек 8. 8-ге 2-ні көбейтсем 16. 16-ға 8-ді қоссам 24. Так, екінші есепте мына жерде 8 пен -3-ті жақшаға аламыз. Сонда 8 қосу 40 бөлу жақшаның ішінен 5 көбейту 2 болады. Мына жерде 48-ге бөлсек 5-ке бөлсек 8. 2-ні көбейтсем 16. 16-ға 8 қоссам 24. Келесі 8 пен 3-ті жақшаға аламыз. Және бұл жерде 8 азайту 3-ті 5 болады. 5 2 10. 40-ты 10-ға бөлсем 4. 8 қосу 4 тең 12. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.